Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі эфирдің спикері Аққулы ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы Кілішбаев Ерлан Жарылқасынұлы. Қош келдіңіз, Ерлан Жарылқасынұлы. Қайырлы күн, рахмет. Әңгіме барысында сіздің басқарма тарапының көрсетілетін мемлекеттік қызметтер туралы айтатын боламыз. Бірақ алдымен мынаны айтып кетсеңіз, осы мемлекеттік қызметтері алудың қандай артықшылықтары, мүмкіндіктері бар? Басқарма тарапынан мемлекеттік қызметтің үш түрі көрсетіледі. Бірінші, қоршаған ортаға зиянды заттар мен физикалық факторлардың жол берілетін шекті шығындылары мен жол берілетін шекті төгінділері санитариялық қорғау аймақтары мен санитариялық қорғаныш аймақтары бойынша нормативтік құжаттама жобаларының шикізат пен өнімнің жаңа түрлерінің халықтың санитариялық эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық эпидемиологиялық қорытынды беру. Эпидемиялық маңызы жоғары объектінің халықтың санитариялық эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық эпидемиологиялық қорытынды беру. Үшінші, халықтың санитариялық эпидемиологиялық саламаттылығы саласында мемлекеттік бақылау мен қадағалауға жататын тамақ өнімін өндіру объектісіне есептік номер беру және оларды тізілімге енгізу. Үшінші, халықтың санитариялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік бақылауға және қадағалауға жататын тамақ өнімдерін өндіру объектісіне есептік номер беру және оларды тізімге енгізу. Қандай нысандарға рұқсат құжатын алу қажет? Халықтың санитариялық эпидемиологиялық саламаттылығы саласында маңызы бар объектілер деген түсінік бар. Маңызы бар объектілер бұл өнімдердің және қызметі халықтың санитариялық эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптары бұзылған кезде азық-түлік зақымдалуының және инфекциялық паразиттік аурулардың тартылуы, көтерілуіне және халықтың денсаулығына физикалық факторлардан, өнеркәсіптік және радиоактивті ластанулардан зиян келтіру мүмкін объектілер. Қазақстан Республикасының халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексінің 36 бабына сәйкес Қазақстан Республикасының халық денсаулығы, денсаулық сақтау жүйесі туралы кодексінің 36 бабына сәйкес мемлекеттік бақылау объектілерге және халықтың санитариялық эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы маңызы бар объектілер екі топқа бөлінеді. Эпидемиялық маңызы жоғары объект, эпидемиялық маңызы шамалы объект. Халықтың санитариялық эпидемиологиялық саламаттылығы саласында мемлекеттік бақылауға және беруге жататын өнімдер мен эпидемиялық объекттердің тізбесін бекіту туралы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрінің бұйрығымен объектілер эпидемиялық маңызы бар түрлері бойынша айқындалған. Егер тізімге сәйкес объектінің эпидемиялық маңызы жоғары болса, онда рұқсат алу үшін халықтың санитариялық эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органға жүгінуі қажет. Мысалы, рұқсат құжаттары: қоғамдық тамақтандыру объектілері, ұйымдастырылатын ұжымдардағы қоғамдық тамақтану және сауда объектілері, кремді кондитерлік өнімдерді өндіру объектілері, ет, сүт, балық, құс өңдеу объектілері және тағыда басқа объектілер үшін қажет. Сіз халықпен қалай араласасыз? Түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр ма? Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру және халықтың мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мәселелері бойынша ақпараттандыру мақсатында халыққа түсіндіру жұмыстары жүргізіледі және олар әртүрлі форматта жүргізіледі. Әлеуметтік желілерде, атап айтқанда, басқарманың Instagram, Facebook парақшаларында, департамент ресми сайтында мемлекеттік қызметтер бойынша ақпарат тұрақты түрде беріліп отырады. Одан басқа халық арасында тікелей шығып, әртүрлі кездесу форматтарда ақпарат береміз.
және сұрақтарға жауап береміз. Сіз халықпен қалай араласасыз? Түсіндіру жұмыстары жүргізіліп жатыр ма? Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын арттыру және халықты мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мәселелері бойынша ақпараттандыру мақсатында халықты түсіндіру жұмыстары жүргізіледі және ол әртүрлі форматта жүргізіледі. Басқарманың Instagram, Facebook парақшаларында, департамент ресми сайтында мемлекеттік қызметтер бойынша ақпарат тұрақты негізінде беріліп отырады. Бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара ықпал жасаймыз. Жүйелі түрде мақалалары жарияланады. Сонымен қатар басқармада кеңес кабинеті ұйымдастырылған. Кез келген адам келіп қызықтырған, мазалаған сұрақтарын қойып, жауаптарын ала алады. Құрметті тыңдармандар, осымен біздің әңгімеміз аяқталды. Ерлан Жарылқасынұлы, сізге үлкен рахмет. Тыңдармандарға айтарым, мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөнінде төмендегі сілтемелер бойынша жүгіне аласыздар. Назарларыңызға рахмет.